Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев көзі тірі болғанда биыл 90 жасқа келер еді. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Ақынның азан қойып шақырған аты Мұхаммедқали. Мұқағали Мақатаев қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын. Өз заманында лайық бағасын ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақын. Әкесі қарапайым шаруашы, колхозда сушы, шалғышы болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы болған. Оның артынан бір қыз және 3 ұл туған. Ақынның қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмған. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс деген. Сондықтан да болар, Мұқағали әжесі тиынның қолында өсіп, анасын жеңгесіндей қабылдайды. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Мұқағали жастайынан әдеби шығармаларды сүйіп оқып, 14-15 жасынан өлең жаза бастайды. Қазақ классиктерінен бөлек Есенин, Пушкин, Блок, Драйзер, Байрон, Бальзак, Шекспир және Лондонды сүйіп оқиды. Мұқағали Мақатаев жалындап өткен 45 жылдық қысқа ғұмырында алдында өткен ағалары Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Ілияс Жансүгіров, Мұхтар Әуезов, Қасым Аманжоловтар сықылды қазақ тілі үшін күресіп, қазақ тілінің қайтадан алып жұлдыз, алтын күнге айналуына өз үлесін қосқан ақын. Ол ана тілін туған халқы мен отанынан әсте кем санамай, осы өмірдегі бірегей 3 бақытының біріне балайды. Осыған орай ақын 3 бақытым өлеңін шығарған. 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берер ойымның алтын еңін. Ол бар болса мен бармын, құр болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілінбедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дала отан менен. Мұқағали Мақатаев. Менің қымбатты достарым, егер сіздер шынымен менің өмір баянымды, шығармаларымды зерттемек болсаңыздар, онда мен не жазсам, соның бәрін түгел оқып шығуды ұмытпағайсыздар. Мені өз өлеңдерімнен бөліп қарамауларыңызды өтінемін. Естеріңізде болсын, менің өлеңім жеке тұрғанда түк те емес, ал біріктіріп қарағанда ол поэма іспетті. Басы және аяғы бар. Ол кейде күлімдеп, кейде түңілген жанымның құдды дауысындай, деп күнделік жазбасында қолтаңба қалдырған. Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығында өлеңдер, поэмалар, аудармалар бар. Аққулар ұйықтағанда өзенде жоқ сыймаған арнасына, жылға да жоқ даламен жалға суға, таста тұнған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына, мөлдірейді қарайды қарға шыңға, жалғыздықтан жамандық барма сыра, қанша ғасыр өтті екен, қанша заман, қанша ұрпақ кетті екен, қаншама адам, қанша шырша өсті екен, құлады екен, жетім көлге қараудан шаршамаған, жетім көлден су ішкен, қанша марал, қанша киік қалды екен, сайсалада қанатынан үзіліп аңсамалы, қаншама аққу кетті екен аңсағаннан, ортаймаған жетім көл толмағанда, болған өмір ұқсайды болмағанға. Шеше сен бақыттысың, шеше сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңірімнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін мен өзімдей асылданмын, таусылып көз өзімнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басыма. 2 жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазсам сенің есіміңді. Шеше сен бақыттысың тербетегі, Құбатаудан елген бесігімді. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев
1976 жылы 27 наурызда жер қойнына тапсырылған. Сөз соңында айтарым, Мұқағали Мақатаев қазақ халқының Фарабиден Абайға, Абайдан Мағжанға, Мағжаннан бүгінге дейін жалғасып келе жатқан жыр көшіндегі өзіндік орны бар біртуар талант иесі.